Çaldım çaldım. Bir kuru ballar. Bunu da çalan kısımda mı? Күн шықты балалар. Алайда бізде табиғатымызда көктем мезгілінде жауыннан соң күн шыққан кезде кемпірқосақ шығушы еді, иә балалар, иә? Кәнекей біз қол шатырымызды тыңдап қояйық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Мен Назым Ақтан қызымын. Мен Анарбаева Еркеназбын. Және менің достарым Гүлмұрат, Даяна, Нұргелді. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер неге қызығасыңдар? Біз бәріне қызығамыз. Балалар, бізде бүгінгі күні жауын жауды, иә? Жауыннан соң күн шықты. Бізде көктем мезгілінде жауын жауады әрдайым. Оның артынан күн шығады. Күн шыққан кезде бізге артынан не шығады? Кемпірқосақ шығады, жарайсыңдар. Ал бізде кемпірқосақ шықпай қалды, иә бүгін? Сондықтан біз кемпірқосақты өзіміз жасап көреміз бе? Иә. Сол кемпірқосақты жасау үшін бізге қандай құралдар қажет? Шу, қарт, Бояу, түрлі түсті бояу, және қылқалам, екшілер, ешкілер, қасықтар қажет, иә? Иә. Бұл стакандарға біз суымызды құйып аламыз алдымен. Суымызды құйып алдық. Ал енді біз түстерді таңдап аламыз. Бізге қандай түстер қажет? Қызыл, жасыл, көк. сары, көк. Аламыз. Аламыз. Біреуміз сары. Нұргелді, сен жасыл мен сарын ал. Сен сарын ал, сары. Сен сарыны, сен жасылды ал. Сен қызылды ал, біреуің қызыл сарын ала ойындар. Жарайсыңдар, біздің түстеріміз шықты, иә? Ал енді бізге не қажет? Қант қажет, иә? Енді мен сендерге қантты өзім салып араласып берейін, иә? Сендер бақылап тұрыңдар. Бірінші стаканға біз 4 қасық қант саламыз. Араластыра ғой. Екінші стаканға 3 қасық қант саламыз. Араластыра ғой. Бұл стаканға біз 2 қасық қант саламыз, иә? 2 қасық қант саламыз, араластыра ғой. Ал ертеңгі сендерге біз қант салмаймыз, иә? Кәнекей енді қасықты орнына қоямыз. Енді мен сендерге түстерді өзім араластырып берейін, иә? Сендер бақылап тұрыңдар. Біз сары түстін құйып алдық. Енді біз екпіш арқылы аламыз жасыл түсті. Асыққа мұнда құямыз. Бақылаймыз, қалды. Енді біз қызыл түсті қосамыз, иә? Ал енді біз қызыл, сары түстіні қосамыз, иә балалар, иә? Кәнекей бақылап тұрыңдар. Bunu da asıklayı koyarız. Sarısını asıklayı koyarız. Allah қараңдаршы, біздің кемпірқосағымыз шықты ма? Иә. Алақай, біздің кемпірқосағымыз шықты, иә балалар, иә? Балалар, сендер не үйрендіңдер зертханаға келіп? Кемпірқосақ жасауды. Жарайсыңдар. Кемпірқосаққа балалар, біздің жасыл бояуымыз ең астына түсіп кетті, иә? Ол неліктен астына түсіп кетті? Ода қанттың көптігінен ауыр болғандықтан астына түсіп кетті, иә балалар, иә? Қалған қант, ең соңғы бояуымыз не үшін бетіне шықты? Себебі ода не болмады? Қант болмады, иә? Қант болмаған соң ол жеңіл болып бетіне шықты. Мінекей, біздің кемпірқосағымыз шықты. Сонымен балалар, біз көп нәрсе үйрендік. Зертханада үйренеріміз көп екен, иә балалар, иә?